Анам бүгін кешке жақын келемін деп мені үйге тастап кетті. Анам дүкенде жұмыс істейтін болған. Мен үйде теледидар қарап отырдым да тамақ дайындап, содан кейін серуенге бардым. Далада серуендеп жүрдім. Кеш батты. Үйіме келіп, теледидар қарап отырған кезде есік қағылды. Мен шошып кеттім. Содан кейін есікті ашып қарағанда бір кісі тұрды. Мен оның түріне қарағанда бір маньяк сияқты көрінді. Мен сіз кімсіз деп едім, ол маған тамақ берші, менің қарным ашып тұр деп айтты. Мен бөтен адамдарға тамақ бермеймін, менің үйімнен кетіңіз деп айттым. Ол болса маған қарап тұрып күлді. Маған берме, саған тиіспеймін, үйіме кіргізші, мен далада тоңып қалдым деді. Мен шошып тұрдым. Жоқ, мен сізді кіргізе алмаймын, кешіріңіз, кетіңіз деп айттым. Ол маған күліп қарады. Аша ғой есікті, мен осында кірейін, саған тиіспеймін деп айтты. Ал мен есікті жаба салдым. Маған бір кезде сол кісінің дауысы, тағы да басқалары елестей бастады. Бір кезде тағы да есік қағылды. Мен қатты қорықтым. Содан кейін есікті ілуді ұйғардым. Алып, есікті іліп тастадым. Есікті ашқанда ол мен есікті итеріп жатты. Мен қатты қорықтым. Ол маған қарап күліп тұрды. Мен қатты қорықтым. Содан кейін кетіңізден дедім. Ол маған жоқ, аш есікті, мен сені өлтіремін деп айтты. Мен қатты қорықтым. Содан кейін есікті жаба салдым. Бірақ ол қатты итерді. Мен қатты ызам келіп есікті жабуға бел будым. Негізінде ол мені өлтірмекші болған еді. Содан кейін ол кетіп қалды. Мен үйде теледидар қарап қорқып отырдым. Ол қайдадан келе ме екен деп. Кеш батты, түн батты. Қатты қорқып отырдым. Теледидар қарап отырғанда маған есікті ашып әйтпесе өлтіремін деген дауыс шықты. Қатты қорқып кеттім де сол жерде отыра бердім. Маған жаман қарады. Кет үйден, әйтпесе полиция шақырам деді. Ол сол жерде қайып болып қайтадан есікті қаға жөнелді. Аш, мен сені әйтпесе өлтіремін деп мені қорқытты. Мен қатты қорықтым. Ол кетіп қалды. Бір кезде есікті менің анам ашты. Мен анама есікті ашып, анамды қатты құшақтап полиция шақырдым. Полицияға мән-жайдың бәрін түсіндіріп бердім. Содан кейін анам мені бөлмеге барып ұйықтатты. Маған қайырлы айтып жарықты өшірді. Ал бір кезде достар, видеоны лайк басып